Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қалампыр жайында болмақ. Қалампыр қайдан келеді? Оның қандай пайдалы қасиеттері бар? Және ол қандай зиян келтіруі мүмкін деген сұрақтардың жауабын осы видеодан көре аласыздар. Бүгінгі күні ұнтақталған немесе тұтас қалампырды кез келген ас үйден табуға болады. Бірақ бір кездері бұл дәмдеуіш сән-салтанаттың атрибуты болды. Қалампыр мирт тұқымдасына жататын тропикалық ағаштың кептірілген, ашылмаған бүршіктері. Ежелден бері ерекше хош иісі бар күйдіргіш дәмдеуіштер тамақ дайындауда, медицинада, парфюмерияда және тіпті эзотерикалық рәсімдерде қолданылған. Қалампыр бүршіктері витаминдер мен биоактивті заттардың көп мөлшермен мақтана алады. Бұл А, Е, С, К, В тобының дәрумендері. Сондай-ақ минералдар магний, калий, натрий, мырыш, мыс, темір және эфир майлары. Сонымен қатар қалампыр бүршіктерінде эфир майды 20% бар екен. Тағамдық талшықтар, гликозидтер, шырыш, май және таниндер бар. Дәмдеуіштер дененің барлық жүйелеріне оң әсер етеді. Оның бактериоцидтік қасиеттері бар. Саңырауқұлақтар мен вирустармен күреседі. Токсиндерді кетіреді. Жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Ол айқын анальгетикалық және спазмолитикалық әсерге ие. Қалампырдағы С дәрумені иммунитетті арттыруға және қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларының нығайтуға көмектеседі. К витамині гемопоэз қызметін, сондай-ақ бауырдың, ет қабының және бүйректің жұмысын жақсартады. В6 дәрумені есте сақтауды жақсартады және қандағы глюкоза деңгейін бақылайды. Бұл әсіресе қант диабетінде маңызды. Қалампырдың әйелдерге пайдасы. Қалампыр ерте заманнан бері гинекологиялық ауруларды емдеуде қолданылған. Дәмдеуіш етеккір циклын қалпына келтіреді, менопауза белгілерін жояды. Предменструальдық синдромды жеңілдетеді. Сонымен қатар қалампыр эмоционалдық саланы тамаша үйлестіреді. Бірақ жүкті әйелдерге дәмдеуіштерден бас тартуға мәжбүр болады. Дәмдеуіш жатырдың тонусын ынталандырады және төтенше жағдайларда түсік түсіруге немесе мерзімнен бұрын босануға әкелуі мүмкін. Қалампырдың ерлерге пайдасы. Адамзаттың күшті жартысы үшін дәмдеуіштер де пайдалы болады. Ол табиғи афродизиактарға жатады. Потенциалды жақсартады және простатиттің алдын алуда тамаша құралы болып табылады. Қалампыр бұлшықет кернеуін жеңілдетеді және қан қысымын тұрақтандырады. Сондықтан оның денеге әсері физикалық күш салудан кейін әсіресе пайдалы болады. 3 жасқа дейінгі балаларға қалампырды мүлде беруге болмайды. Дәмдеуіш аллергия тудыруы мүмкін. Бірақ егде жастағы балалар үшін дәмдеуіш оның иммунологиялық қасиеттері мен антипаразиттік әсері үшін пайдалы болады. Қалампырдың зияны. Қалампыр қан қысымын жоғарылатуы мүмкін. Сондықтан гипертониясы бар және жүрек тамыр жүйесінде ауыр бұзулары бар адамдарға жиі ұсынылмайды. Менструация кезінде дәмдеуіштер де қажет емес, өйткені оның құрамындағы белсенді заттар қанды жұқартады. Бұл қан кетудің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Ас қорыту проблемалары бар адамдар бұл дәмдеуішті сақтықпен қолдану керек. Қалампыр халық медицинасында сұранысқа ие. Көптеген елдерде қалампырдың эфир майы дәрілік заттарды өндіруде қолданылады. Ауруды басатын суық тиюге қарсы препараттарды өндіруде. Май стоматологияда уақытша пломбалардың құрамдас бөлігі ретінде кеңінен қолданылады. Қалампыр эфир майы 70% эвгенолдан тұрады. Бауыр циррозында тиімді екені қазірдің өзінде белгілі. Эвгенолдың қабынуға қарсы қасиеттері бар және бауырдың бұзылудан қорғайды. Ол сондай-ақ остеопорозға қарсы күресте тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар эвгенолдың микробқа қарсы әсері бар және күшті антиоксидант болып табылады. Яғни ол қатерлі ісіктердің негізгі кінәлілері болып табылатын бос радикалдардың денесін тазартады. Егер қалампыр жайындағы видеом сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып лайк баса кетуді ұмытпаңыздар.